Құт қойдың құлағында. Жуырда оқыған тоқылғаным көп, аспай-саспай мәнермен сөйлейтін, жасы 80-ге тақаған Алихан деген қартпен табақтас болудың сәт түсті. Үлкен астың алдында әдеттегідей алдымызға бас келді. Бір құлағы шынтиып кесілген, езіліп піскен басты мүжіп отырған қария. Мұның екінші құлағының қайда екенін білесің бе деп төтеннен сұрақ қойды. Далада жүгіріп жүрген ойын балалардың бірінің қолында жүрген шығар дедім мен де қарияның нені меңзеп отырғанын шамалап. Қарт табаққа басты салып алып кірген жігітке сұраулы жүзбен қараған еді. Ол босағада жиен балаға кесіп берген едім деп бірдеңені бүлдіріп алдым ба дегендей мұңая қалды. Құлағын кесіп балаға бергенің дұрыс, бірақ осы үйдің баласына бергенің жөн болар еді деп қария бір әңгіменің құлағын қылтиды. Ілгеріде бір жолаушы жол соқты боп, қаталап шөлдеп қарын ашып, түн ортасында құдайы қонақпын деп ауыл шетіндегі бір үйге тоқтайды. Үй иесі қазақы дәстүрмен жөн сұраспай жатып ақ, жолаушыға қазан көтеріп, барын алдына тосып сыралғы құдасындай күтеді. Ас үстінде әңгіме тиегі ағытылып, екеуінің сөзі жарасып, таңның қалай атқанында білінбей қалады. Отағасы мен қонақ бірін-бірі қимастай дос тұтып, қоштасар сәтте үй иесі құдайы қонағын құшағына қысып тұрып, қалауыңды ал дейді. Жолаушы есіктің алдында жүгіріп жүрген бір күшікті көрбем, соны бәсірелейінші дейді. Ойбай-ау, дұрыстау бір нәрсе сұрамадың ба? Мейлі, қонақтың қалауы мен үшін заң. Ал қалауыңды дейді үй иесі. Сәлден соң қонақ, жоқ, айныдым. Күшікті емес, ана есік алдында жатқан шиді алайын дейді. Мейлі дейді үй иесі. Жолаушы 5-6 қадам жүріп барып, айып етпе қожайын, тағайныдым. Шиді емес, қара қозын алатын болдым. Тек бауыздап, етін жақсылап ғасып, қоржыныма салып берсең болған дейді. Үй иесі, қалауың болсын деп, қара көлді сойып, мылжалап пісіріп, бас сирағымен қонақтың қоржынына сала бастағанда құдайы қонақ, отағасы-ау, бастың бір құлағы қайда дейді. Құлағын үйдегі мына бала жеп қойып еді дейді мал иесі. Ендеше мұны да алмайтын болдым, арасы өздеріңізге бұйырсын деп, жолаушы жолға жинала бастайды. Үй иесі, оу, мұның қалай? Күшікті алам дедің, алмадың, шиді алам дедің, оны да алмадың, қоз алайыншы деп едің, одан да бас тарттың. Мұның сыры неде деп сұрайды. Басыңнан бағың таймайтын жақсы бір жан екенсің, бауырым. Сенің берекелі арысың маған да жұғысты болсыншы деп, әдепкіде бәсір етіп күшікті алғаным рас. Кейін көзім шалып қалды. Күшік жүгіріп жүріп есіктің алдында жатқан шиге шаптырып кетті. Арыс шиге ауды ғой деп шиді қаладым. Сөйтіп тұрғанымда қозы келіп шиді жалады. Арыс қозға аудау деп қозға құда түстім. Қозының еті піскенде оның құлағын үйіңіздегі балаңыз жеп қойды. Отбасыңыздағы арыс пен бақ береке жалғыз мұрагеріңіз балаңызға ауды. Бұл Алланың ісі. Бақ сіздің үйден сыртқа кетпейтінін түсіндім деп, жолаушы ризалықпен қоштасып, әр қарай жол жүріп кеткен екен. Міне, қойдың бір құлағын осы үйдің баласы жесін деуімнің мәнісі осы еді деп, Алихан қария сөзін аяқтады. Осыдан бастап ел аузында ырыстың бірі қойдың құлағында деген түсінік қалыптасқан екен. Қонаққа бас тартқанда оның оң құлағын кесіп алып үйдің бір мүшесіне береді. Құт берекеміз өзімізде қалсын деген ниетпен. Қариялардың балаларға құлақ кесіп беруінің үлкен тәлім тәрбиелік және ғылыми мәні бар. Яғни жасынан қариялардың қолынан құлақ жеп, өсиетін тыңдап өскен бала үлкенді сыйлап, кішіні аялайтын, сөз тыңдап, сөз қадірін түсінетін ақылды, білімді азамат болып есейеді. Әдепті ибалы болуға дағдыланады. Сонымен қатар қойдың басында оның мүшелерінің әрбір бөліктерінде денсаулыққа да пайдасы бар. Дәрумендердің бәрі қойдың басында. Ал бүгінде қариялар жастарға қойдың құлағын, көзін, тілін, таңдайын ұсынса, көбісі мүлдем жемейді. Тіпті мұрындарын тыржитып, жиіркенетін де әдет шығарған. Жастар оның тәрбиелік маңызын біле бермейді. Үлкендер тарапынан дастархан басында жастарға түсіндіру жұмыстары, оның тәрбиелік маңызы сыры көбірек айтылса екен, тіпті кей өңірлерде бас қос құлағымен тартылатын болған. Үйден береке қашпасын, арысымыз ортаймасын десек, мүмкін құт қойдың құлағында деген ата-баба үрдісіне қайта оралармыз. Ал сіздің әулетте қалай?